Ассалаумағалейкум, қазақ елі, сіздермен бірге pdd.test.kz сайтының жүргізушісі Әділет Жүнісов. Алдыңғы тақырыпта біз сіздермен ақпараттық көрсеткіш белгілерінің бірінші бөлімін өткенбіз. Егер де көрмесеңіздер, онда осы жерлерге басылуыңызға болады. Бүгін екінші бөлімін өтеміз, және де достар, біздің YouTube парақшаға тіркелуді, лайкты, комментария жазуды ұмытпаймыз. Жол белгілеріне келейік. Бірінші белгіміз автобус, троллейбус аялдамасы. Екінші белгіміз трамвай аялдамасы. Үшінші белгіміз жеңіл таксилердің тұрақ орны. Және де төртінші белгіміз ол тұрақ орны. Тұрақ орны көбінесе біз парковка деп айтамыз. Тестте келетін сұрақ, мысалы, тұрақ орнының белгісі тұрып, сұрақ қойылады: жүк көлікке тұраққа қоюға бола ма дейді. Мысалы, сіздердің жауаптарыңыз бұл жерде рұқсат етіледі, себебі астында қосымша ақпараттық белгі жоқ. Көлік құралының сыртқы пішінін көрсететін. Келесі белгіміз жаяу жүргіншілер өткелі. Қараңыздар достар, егерде жаяу жүргіншілер өткелінде жол таңбасы зебра болса, онда жаяу жүргіншілер өткелі реттелмейтін болып саналады. Егерде зебра болмай жол таңбасы жаяу жүргіншілер өтпесінің шекарасын көрсетсе, жай ғана үзік-сызықпен салынса, онда ол реттелетін жаяу жүргіншілер өткелі болып саналады. Және де достар, жол бөлігінде егерде тұтас таңба болса, онда сіздердің жүріс бөлігіңізде ғана жаяу жүргіншілер қадам жасаған кезде сіздер жол бересіздер. Егерде үзік-сызық немесе жол таңбасы мүлдем болмаса, онда жолдың оң жақ шетінен немесе сол жақ шетінен қадам жасаған жаяу жүргіншіге сіздер тоқтап жол беру тиіссіздер. Жер асты, жер үсті жаяу жүргіншілер өткелі. Егерде ондай белгіні көріп, бірақ бағынбай жол бойымен жүрсеңіздер, онда сіздерге айыппұл салынады. Ұсынылатын жылдамдық. Әрине, бұл белгіде сіздер жоғарыда төмен жүруіңізге болады, ол жай ғана сіздерге ұсынылады. Бұл белгі қосымша ескерту белгілерімен орнатылуы мүмкін. Мысалы, ескерту белгілерін білеміз: 50-100 метрде елді мекенде орнатылады, елді мекен тыс жерде 150-300 метрде орнатылады. Мысалы, елді мекен тыс жерде орнатылған белгімен қосымша тұрса, онда 150-300 метрден кейін ғана сіздер 50 жылдамдығымен, мысалы, сіздерге ұсынылады. Тұйық. Бұл белгі орыс тілінде тупик деп аталады. Бұл белгіде әрине қызылмен көрсетілген жер, ол жақта жол жоқ деген сөз. Жол аяқталды. Сонда сізге негізі, мысалы, оңға көрсетіліп тұрса, оңға бұрылуға болады, бірақ ол жақта ары қарай өтетін жол жоқ. Соны сіздерге ақпарат етеді. Келесі белгілер бізде ақпараттық көрсеткіш белгілері. Көбінесе елді мекен тыс жерде орнатылады. Мысалы, іші ақ болса, ол елді мекенде орнатылады. Көк белгіленсе, онда елді мекен тыс жерде ақпарат береді. Жасылмен белгіленсе, автомагистральда ақпарат етеді. Сонымен ақ сіз осы көрсеткіштердің ішінде көшелердің атауларын немесе елді мекен тыс жердегі ауылды мекендерді немесе қалаларды көрсетеді, және басқалы объекттерді сіздерге ақпарат етеді. Жүру схемасы. Жол қиылысында жекелеген маневрлерге тыйым салу кезіндегі жүру маршруты немесе күрделі жол қиылысында рұқсат етілген жүру бағыттары. Бағытты нұсқағыш. Осындай белгілер бізде болады, міне, көріңіздер. Елді мекеннің басталуы, елді мекеннің аяқталуы. Объектінің атауы. Өзен, көл немесе көпірдің атауын орнатады. Сонымен сіздер білетін боласыздар қандай жолда келе жатқаныңызды. Арақашықтықтарды нұсқағыш. Елді мекеннен шыққанда осындай белгілер орнатылады. Және де сіз білетін боласыз қанша шақырым келесі елді мекенге қалғанын. Маршруттың номері. Міне осындай белгілер орнатылады. Жүк автомобильдері үшін жүру бағыты. Бұл белгі ол ұсынылады. Сонда жүк көлік салмағы 3,5 тоннадан жоғары болса да, ол осы белгіге бағынбай, кез келген бағытта жүруге рұқсат. Жеңіл көлік мүлдем бағынбайды. Жол жұмысы кезінде орнатылатын осындай сары белгілеріміз бар. Айналу схемасы, айналу бағыты және де басқа жүру бөлігіне ауысудың алдын ала нұсқағышы.
Келесі белгі тоқтау сызығы. Көбінесе біз бұл белгімен бағдаршамда қызыл шам жанған кезде ғана біз тоқтайтын орынды көрсетеді. Реверстік жүріс жолына шығу. Бұл белгіде міндетті түрде бағдаршам болады, міне осындай. Және де жол таңбасы екі үзік сызық болады. Осы жолақпен сіздер бағдаршамның шамы бойынша ғана жүрулеріңізге рұқсат. Қазақстанда тұрғын аймақ аяқталды. Егер де бұл белгілер толықтай ақпарат білгілеріңіз келсе, онда сіздер комментарияға жазып кетіңіздер. Мен келесі тақырыпта жол белгілерінен бөлек осы тақырыпты талқылаймын. Тұрғын аймақта жүру. Құрметті оқырмандар, егер де осы видеоны аяғына дейін көрсеңіздер, сіздерге алғысымды айтамын, және де сіздерге жеңілдік болады. Видеоның астында сілтеме бар, pddtest.kz сайтының. Соған кіріп тіркелсеңіздер, сіздерге жеңілдік болады. Сіздермен бірге pddtest.kz сайтының жүргізушісі Адлет Жүнісов. Бізбен бірге болыңыздар.